Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Балабақша мен мектепке арналған осындай макеттердің жасалу жолын толық нұсқасын көрсететін боламын. А4 форматындағы картон қағазымызды алып, дәл ортасынан бүктеп екіге қиятын боламыз. Енді 10 сантиметрімізді белгілеп алып, осы жерді бүктейтін боламыз. Үйіміздің астыңғы бөлігі дайын. Енді үйіміздің артқы бөлігіне 2 терезе, алдыңғы бөлігіне шағын 2 терезе және ортасына есікті орналастырам. Мен есігімді көк түске және терезелердің жиектерін көк түспен, ортаңғы бөлігін сары түске бояйтын боламын. Картон қағазымызды тағы да ортасынан бүктеп, мендегі формат А4. Осының тағы да бір жарты бөлігін қиып алатын боламыз. Бұл біздің үйіміздің төбесі, шатырына қажет болады. Енді ыстық клейдің көмегі арқылы үйімізді жабыстыра бастаймыз. Шатырдың жиегін жабыстырамыз. Ол үшін клейімізді бірінші жағып аламыз да, мен видеода көрсеткендегідей А4-ді үстіне қойып басып, содан кейін барып қиып тастаймыз. Бұл өте оңай түрі. Шатырымыздың екі шетінде осылай қылып жабыстырып алыңыздар. Үйімізді үстіңгі бөлігін осындай картон қағаз ретінде қалдыруға да болады. Үйіміз әдемірек көріну үшін және шын үйге ұқсау үшін осындай ыдыс-аяқтың астына қойылатын ағаштан жасалған салфетканы қолдандым. Үйіміздің шатырын өлшеп алып, осылай қиып жабыстырамыз. Артық жерін тастамаймыз, бұл да қажет болады бізге. Енді үйіміздің мұржасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай шпажка қажет болады. Видеодағыдай қиғашынан қиып, ыстық клеймен жабыстырып қоямыз. Үйіміздің жан-жағын қоршап тұратын шартақ жасайтын боламыз. Картон қағазымызды 4 бөлікке осылай видеодағыдай бөліп аламыз. Және видеодағыдай соломка сияқты бірнеше бөліктерден қиып аламыз. Шпажка ағашымызға барлығын жабыстырып шығамыз.
Енді ағаштардың көмегімен саты жасайтын боламыз. Бұл бізде мал қорада сиырдың қасына қойылған кезде өте әдемі және шынайы көрсетеді. Енді жасаған заттарымыздың барлығын жабыстыратын боламыз. Ең алдымен екі қабаттап астыңғы бөлігіне основа картонын дайындап алдым. Енді кезек-кезегімен барлығын клеймен орналастырамыз. Достар, міне үйіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, керектеріңізге жарасын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.